Ассалаумағалейкум. Бүгінгі сабақта банк және касса жайлы айтатын боламыз. Банкта екі операция орындалады. Мына жерде платежное поручение входящий, платежное поручение исходящий. Платежное поручение входящий деген яғни бізге келіп түскен ақша. Платежное поручение исходящий яғни біз банктен через банк арқылы төлеген ақша, немесе расходтар через банк расходтар осы екі операция арқылы орындалады. Ал касса наличка ақша, яғни касса наличка ақшадан шығатын болса, ол расходный касса ордер болады. Ал наличка ақшамен түссе приходный касса ордер болады. Яғни келіп түскен ақша приходный касса ордер, кассадан кеткен ақша расходный касса ордер болады. Енді осы касса күнінен қалай жүргіземіз, сол туралы айтатын боламыз. Және де ақша егерде обналичить еткен кезде, мысалы Каспиден кассаға обналичить еткен кезде қалай жасаймыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін бүйтейік, біз контрагенттер арасында қарызымыз бар ма, бізге қарыз контрагенттер бар ма, соны біліп алайық бірінші. Продажа дейміз, займ расчеты, задолженность по контрагентам дейміз. Спаивать едеміз. Дебиторский задолженность. Дебиторский деген, яғни бізге қарыз алынар. Міне, Астана Моторс бізге 20 мың теңге қарыз екен. Продажаны қараймыз міне. Астана Моторс. 20 мың теңге бізден зат алған ақшасын бермеген. Связкасын көреміз. Ақша түскен ба, ақша кіргізген жоқ, кіргізбегенбіз. Астана Моторс бізге 20 мың теңге қарыз. Кредиторский задолженность деген біз қарыз адамдар. Мынау біздің бастығымыз. Ерасыл Кенжехан Базар дейді. 82.500 теңге. Қарыз біз. Поступление көреміз. 82.500. Ақшасын төлемегенбіз. 82.500 зат алғанбыз, ақшасын бермегенбіз. Енді осыны мен сіздерге банк арқылы көрсетейін. Немесе бүйтейік, мұны қазір кассаға кірейін. Кассовый книга. Кассовый книга деген яғни бізде наличка кассадағы бар операциялар, ақшалар немесе Каспийді көрейік. Каспийде 98.100 теңге бар бүгінгі күні, яғни бүгін 28-ді. Кассада бар ақша 247.910 теңге. Яғни сіздің кассаңызда наличка 247.910 теңге болу керек. Тағы мен бір покупка жасайын и реализация жасап көрсетейін. Контрагент. Бізде кім бар? Ерғалиев таласылады. Жиырма штук. Үстен келген. 5 штук алсақ. Тоже 5 штук. 6750 теңге покупка жасадық. Бұның ақшасын кіргізбейміз пока. Поступление жасап қоямыз, проводкасын береміз. Енді бір реализация жасайын, яғни реализация сатайын бір клиентке. Бізде клиент покупательдерде кім бар? ИП Васильев дейсің. ИП Васильевке ламинат сатайын. 50 квадрат ламинат. 3 мың теңгеден. 50 квадрат сатайын. 325 мың.
теңге болды. Яғни мына жерден работа береміз. Өзен қарыз автоматически шығады. Яғни 315 мың қарыз ақшасын бермеді бізге. Енді осыны мен сіздерде біреуін банкпен төледі, біз банкпен төледік, біреуін наличка, соны көрсетем қазір қалай болады. Бірінші наличканы көрсетейін, қазір мына жерде сіздер нені қарап алыңыздар, кассада неше ақша бар екен. Бізде основной Каспийде, яғни сіздің Каспийіңізде 98.100 теңге бар. Реализацияға кіреміз. Бізге қарыз кісілер мынау жерде. Осы реализацияны тауып аласыз. Бұны қалай көруге болады? Соны да көрсетейін сіздерге. Отыра берсін. Яғни клиент ақша берді ма, бермеді ма, соны табу егер қиындау болып жатса, сіздерге бұлай көруге болады. Продажа, яғни сіз бен клиенттің арасындағы сверка деген болады. Яғни сверка жасайсыз. Ол сізге қарыз ба, қарыз емес па білу үшін осылай сверка жасауға болады. Міне. Ол үшін продажа немесе покупка деген кіресіз, продажаға деген кіреміз. Сосын сверка взаймы счет деген болады. Добавить дейміз. Контрагентті кіргіземіз мына жерге. Бізде жаңа контрагентті кім еді? Ерғалиев бері. Без договора. Там бізлер. Освидетик. Мына жерге заполнить дейсіздер. Бухгалтерским по управленческим десеңіздер де болады. Яғни біз Ерғалиевке 6750 теңге қарызбыз. Жаңа біз кімді көріп жатқан? Бізге керек еді 20 мың теңге ол бізге. 20 мың теңге Астана Моторс дегені. Бізге мына жерде Астана Моторс керек. Астана Моторс деп жаңа салсатты болады мына жерде. Астана Моторс деп шығады. Яғни Астана Моторстан бізден зат алған, ақшасын бермеген көрдіңіздер ме? 20 мың теңге зат алған, ақшасы ешқандай приход ештеңе болмаған. Міне 20 мың теңгені кіреміз ішіне. Осының ішіне енді приходный Каспий ордер дейміз. Яғни наличка төлесе. Каспийге төлейді. Каспий дейміз. Міне Каспий 20 мың теңге Астана Моторс. Окей дейміз. Мына жерде 20 мың теңге қарыз болып тұр бізге. Қазір ақшасын кіргізді. Енді көреміз. Міне реализация 25-3 ай бізден товар алған 20 мың теңге. Міне 28-де приход болған. 20 мың теңге. Яғни на конец 0. Ешқандай қарыз жоқ. Записать. Мына жерде бастық, ешқандай қарыз жоқ. Енді бізде кассада міне Каспийде 98.100 теңге бар. 20 мың теңге жаңа поступление болды, бізге ақша түсті. Астана Моторс қарызы бізге қарызын берді. Енді сформировать дейміз. Міне Каспийге ақша келіп түсті. Яғни Каспийде 118.100 теңге бар. Кассада ақша жоқ. Наличка кассада сол бұрынғы ақша, бүгіндікке ешқандай ақша түскен жоқ. Жауап қоямыз.
Енді бізге қарыздарды көрейік. Реализация. Бізге қарыз еді кім? Васильев қарыз еді 325 мың теңге. Бұның енді ақшасын біз банк арқылы төледі бізге. Банк арқылы төледі деп есептейік. Ол кезде қалай істейміз? Реализацияға кіреміз. Сатқан реализациямызға кіреміз. Связанный документтерді басамыз. Ешқандай связка жоқ. Енді на основании платежное поручение входящий дейміз. Банкпен төлесе, бізге банкпен төледі деп есептеп жатырмыз қазір. Платежное поручение входящий. 28 бүгін. Мына. ИП Васильев, біз Бедалиппіз, ИП Васильевтің несі жоқ. Кіргізбедік. Банк істейді. Мына жердің кіргізсаңыздар болады қасына. 325 мың без НДС. Записать, окей дейміз. Мына Васильевке кіреміз. Ешқандай долг жоқ, бір-біріміз арамызда. Енді тағы көрейік, кім-кімге қарыз екен мына жерден. Біз қарыз ешкім жоқ. Кредиторский қарыз. Мынау Ерасыл Кенжехан базарға 82.500 қарыз екенбіз. Копировать етейік осыны. Так, мына жерде не деген кіреміз? Акциялық займы счет деген кіреміз. Добавить дейміз. Контрагент қоямыз осы жерге. Бүгінгі число поступление болған. Ерасыл Кенжехан базардан ақшасын төлемеген біз міне. Ақшасын төлемегенбіз. Енді осыны біз наличкамен төлейік. Наличкамен төлейік осыны. Ол үшін кассадағы ақшадан көреміз. Кассаға бірінші кассаға кіреміз. Ақша бар ма бізде? Банк касса. Кассовый книга. Основной касса наличка. 247.910 теңге бар, значит бізде кассада ақша жетеді. Осыны наличка төлейміз енді. Ол үшін расходный касса орда дейміз. Основной кассаны таңдаймыз. 82.500 Ерасыл Кенжехан базарында. Окей дейміз. Мына жерге бассақ, ешқандай қарыз жоқ. Яғни төлеп тастадық. Оны мына жерден көреміз міне. Основной кассадан төледік. 247.910 теңге бар еді. На началдың 28-не дейін 247.910 теңге болған. Енді 82.500 теңге Ерасыл Кенжехан базарға төледік. Міне 165.410 теңге кассада ақша қалды. 82.500 төледік. Мына жерде қарыз наконец 82.500 деп тұр минус. Қазір қайтадан басынан жасап жібереміз бүйтіп. Наконец 0 деп тұр. Ешқандай қарыз жоқ. Записать дейсек. Келесі бізде сформировать етеміз. Міне 6750 теңге. 6750 Ерғалиевке қарыз біз. Поступление кіріп 6750 тауып алсақ та болады. 6750 теңге. Енді осыны банкпен төлейік. Ерғалиевке. Ол үшін платежное поручение исходящий дейміз. Платежное поручение исходящий. Банкпен төлеген жағдайда. 28 на оплачен дегенге галочка қоямыз.
счетін кіргізген екенбіз. Ғабит'тің 6750 теңге. Мына жерде записать окей дейміз. Ешқандай қарыз жоқ Ерғалиевтің арасында. Бердалиев Асанға қарыз болып тұрмыз, өйткені басында ақша алдық біз одан, ол кісіден. Біз өзіміздің бастығымыздан соны клиент поставщикке төледік. Біз бұл кісіге қарыз болып тұрмыз. Бұл қарызды ертеңгі күні ақша кассаға түседі ғой. Содан жайлап жауамыз бұны, көрсетемін алдағы уақытта. Енді бұл түскен ақшаларды, бұларды қалай көреміз? Каспиймен қанша төледік, наличка қанша төледік, банкпен қанша ақша кетті, соның бәрін мына жерде банк дегенге кіреміз. Движение денежных средств деген болады. Мына жерде бүгінгі таңдайық, бүгінгі күнді. Настройкамен мына жерде өздеріңіз керек нәрселер не қылсаңыздар болады. Настройка жасап. Сформировать етеміз. Код дейді, яғни оплата от покупателя Каспийге 20 000 теңге түсті бізде. Ашып қойын ба сіздерге. Каспийге бүгін 20 000 теңге түсті. 20 000 түсті. Мына жерде көрініп тұрады барлығы. Мына жерде наличный деп тұр, міне. Наличный. Без наличный деп тұр. Без наличный дегеніміз, яғни через банк деген ол, через банк арқылы. Мына жерде қазір міне Каспийге 20 000 теңге түсті. Расход міне касса арқылы 82 500 теңге біз төледік. Каспийге түсті. 82 500 біз Кенжеханға төледік. Ерасыл Кенжеханға 82 500 теңге төледік. Сол сияқты Каспий міне расход міне Касса Нова через банк 6750 теңге. Жаңа бір неге төледік, поставщикке. Ал через банк арқылы бізге 325 000 теңге ақша түсті. 325 000 теңге ақша түсті. Еще 20 000 теңге ақша түсті. Мына жерден кіреміз. Платежный поручение входящий. 325 000 теңге Васильевтен бізге ақша түсті. Бүгін оплата болды, яғни Васильев бізге ақша төледі. Осылай көресіздер. Енді расход қалай жасаймыз? Яғни күнделікті расход арендаңыз мүмкін,
күнделікті майда шүйде бір пакет аласыз, болмаса скотч аласыз деген сияқты. Ол үшін банк кассаға кіреміз. Осы расходный касса ордер деген болады. Добавить дейміз. Осы жерден прочий расход денежных средств дейміз. Кассаны таңдайық. Основной касса. 950 теңге. Мысалы, мына жерге счет дегенге 72.10 дейсіздер. Статьи затрат дейді. Статьи затрат. Ладно, поставьте керек емес. Ладно. Енді мына жерге добавить етейік. Өзімізге керек расходтарды на группа создавать етейік. Енді бұл жерде расходтар, мысалға біз енді жазайық. Мысалы, магазиннің расходы, бізде екі склад бар ғой. Яғни бізде магазин бар и основной склад бар. Магазин дейік. И склад расход. Склад расход дейік. Склад расходтың ішіне кіреміз, осы жерді добавить дейміз. Мысалға, жазайық скотч. Скотч. Мына жерге прочий расход дейміз. Тағы да аренда, мысалға. Аренда склад. Прочий расход дейміз. Енді магазин дегенге жазайық енді магазинге. Мысалы, пакет. Расходтар көп қой, әртүрлі расходтар бар. Бізге осы пока жеткілікті. Енді аренда деген таңдайық мына жерге. Мысалға 20.000 теңге. Мына жерге копировать етіп қойып қойсаңыздар болады. Немесе аренда комментарий деген осыны пайдалансаңыздар болады. Мысалы, осы жерге жазып, кімге бердіңіз, мысалы, аренданы, соны жазып қойсаңыздар болады осы жерге. Основной кассадан ответственный администратор. Окей дейміз. Тағы да создавать етейік. Каспийден жіберейік жарайды. Мысалы 2000 теңге. Мына жерге счет деген жазасыздар 72.10 немесе 71.10 70.10 жаза бересіздер. Мысалы магазин пакет 2000 теңге. Пакетіне қойып былай. Ұсақ қойып шықсаңыздар болады. Ответственный. Бізде пока администратор, сондықтан администратор береміз.
тағы да бір расход жазылады. Основной касса 1000 теңге. Заты и затрат деген осы жерде көрсетесіздер. Скотч дейік. Комментарға жазып қойсаңыздар болады. Скотч. Расходтарды жасадық. Енді бұл расходтарды қайдан көреміз? Мына жерде предприятие деген бар. Осы жерден ОСБ по счету деген бар. Осыған кіресіздер. Мына жерге 72.10 деп жазасыздар. Счетқа 72.10 деп. Мына жерде біз группами десек болады, өйткені біз группаға бөліп тастадық. Біз деген келеміз бізге. Міне, яғни магазиннің расходы 2000 теңге. Не алды? Пакет алды, 2000 теңге. Ал складтың расходы 20.000 теңге. 20.000 теңге. Складтың арендасы 20.000 теңге. Скотч 1000 теңге. Ойда общий 20.000 теңге. Жерден қазір көреміз. Міне 2000 теңге пакетке жұмсадық. Каспиден, кассадан 20.000 теңге арендаға кетті. Міне расход деген жерде расходтарыңыз, кеткен ақшаларыңыз, поставщикке төлейсіздер, расходтар бәрі осы жерде тұрады. Ал түскен ақша приходта тұрады. Міне 247 теңге болды бізде алдында. 82 расход тұр болды. Поставщикке төледік. 20.000 теңге арендаға бердік. Скотч 1000 теңге бердік. Итогы міне 103.500 теңге расход болды. Итогы 144.410 теңге сізде кассада ақша болу керек. 28 күні мысалға күннің басында на начало дня 247.910 теңге болды. 103.000 расход, 103.500 теңге расход кетті. 144.410 теңге қалды кассамызда. Енді касса мен Каспийдің арасында мысалы обналичка болуын біздерді бір обналичка етуіміз мүмкін. Сол кезде қалай жасау керек? Соны көрсетейін. Әже касса деген кіреміз. Осы жерде внутреннее перемещение наличных денежных средств дейді. Осыған кіреміз. Добавить дейміз. Мысалға Каспийден кассаға ақша обналичить деген біреуге мысалы Каспийден ақша жібересіз ғой. Сізге айтады, мен Каспийден ақша жіберіп берші, мысалы наличка беремін. Сол кезде қалай жасау болады? Основной Каспий таңдаймыз. Получатель, основной касса. Мысалы 3000 теңге. Счет 10 болады. Өйткені кассадағы ақшалардың, наличка ақшалардың счеты 10. Мысалға мына жерге обналичка деп жазып қойсаңыз болады. Өзіңіз үшін обналичка деп қойсаңыз болады бүйтіп. Каспийға книга кіреміз. Міне внутренний перемещение наличных денежных средств дейді. 3000 теңге Каспийде кетті. Каспийден кетті. Кассаға келіп 3000 теңге түсті. Внутренний перемещение наличных денежных средств. Кассаға келіп түсті. Яғни Каспийіңізден кетті, кассаға түсті. Осылай болады.